Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, сіздермен бірге тағы да мен Мари достар. Бүгін біз YouTubers Life ойынын бастаймыз. Бұл ойын ютуберлер туралы, яғни ютубердің өмірі туралы. Так, міне біздің немізді көрсетіп отыр, болашағымызды. Типа ана жерде қазір субтитр болу керек. Мен қазір сіздерге айтайын. Мен бұны ақыры істедім дейді. Бізде енді өзіміздің YouTube сайтымыз бар. Мен әлемнің ең атақты ютубері атандым. Типа не қонандай общактары, ютубтың общактары. Міне енді біздің персонажымыз. Мен енді сіздерге өзімнің тарихымды айтып берейін. Жалпы осындай субтитрлер болу керек. Мындан неге шықпай тұрғанын білмеймін. Ал біз дейтін қазір уже персонажды создать ету керек. 51% болып толды. Жалпы мына сіздер Sims деген нені білетін шығарсыздар. Типа содан алынған мына ойынның несі. Типа плагиат емес енді. Типа фундаментін содан алған. Енді біз дейтін Мариоғымыз ол. Кішкені Мариоға ұқсатып түрімізді сөйтейік. Мариода осындай шаш алайық, басқа ұқсайтын шаш жоқ Мариоға. Сосын так көз алтиш. Міне Марионың көзі мынандай көк болу керек. Осындай сияқты Марионың көзі. Мынандай қылсақ жоқ, мынандай нормально. Енді мынау ше аузы нормально секілді. Мариоға сақал берейік. Сақал дегенде Марионың өзінің несі ғой, фирменный мұртын берейік Мариоға. Сосын мына телпектерде не бар екен? Телпекте мынаны кигізсек. Қытақшты олай сияқты болып кетті. Керек емес, значит. Так, астында заттар бар. Мынаны таңдайық үстіне. Ұнаған секілді деп ыңқылдап кетті. Так, енді екінші рет кигізімі не ыңқылдай бермеші деп қойып кетсең далаға. Ал енді осылай нормально ма? Нормально. Үстіне жарайды осы. Жалпы достар, мына ойыннан енді жиі летсплейлер шығатын секілді. Менің ойымша. Так. Бұлай подсвет болады. Мынау подсвет. Ал бұлау кішкене гламурный ма, қалай айтсақ бет, или малай. Так, енді брутальный болайық. Брутальный болған соң көзімізге очки берейік па? Очки кигізейік. Очки нормально секілді. Ал енді характеристика. Суперзвезда, андай хайпажор, бизнес, ақшаны жақсы көреді, душа компания, типа андай бір адамдармен жақсы араласады. Ал мен гений таңдаймын. Гений деген жақсы нәрсе жалпы. Атымызды әрине Марио деп қойық. Марио Дан. Так, публик. Марио Channel дейік, әрине өзіміздің каналымыздағы каналды ашайық. Екінші каналды 2 в 1 қылып. Марио Channel. Нормально. Енді кеттік. Так, дауысы қатты шығып кеткен секілді, бірақ ештеңе етпес. Енді көрейік қазір. Так, міне өзіміздің комнатымызға келдік. Енді мен осы комнаттан ютубер карьераны бастадым. Біз осында мамамызбен, анашыммен бірге көшіп келдік. Мұнда мен досым болған жоқ. Мен сіздерге қазір неден бастау керектігін көрсетемін. Ал мынау астымызда тұрған болашақ Марио секілді. Сол бізге типа советтер береді. Так, поверните камеру с разворотом пальца. Так, қозғалшы. Міне. Былай екен. Приблизьте камеру. Так, нормально. Өттік. Енді шкаф. Принять. Выберите игру. Полкиге жақында дейді бізге. Жақында да ойын таңда шал. Ал ойын таңдайық. Тек бір ойыннан басқа ойын жоқ секілді.
Empire Planet. Empire Planet дейді. Жақсы, таңдайық. Так, қалай таңдайды мына ойынды? Так. Это игра бұл ойын непопулярный дейді. Так, сонда таңдап алайық. Непопулярный ойын болса да, бірдеңеден бастау керек, әрине. Так, нажмите по знаку запроса по типу видео и берите геймплей дейді. Начать запись. Ал кеттік ал. Бұл этапта біз сізге веб-камераны бастау керек микрофонмен бірге. Олар качественно шығу үшін сіздің компьютеріңізде визуализация очкосы аз, бірдеңе, короче, так, большинство продвинутых качество видео на это требует затрат очков визуализации. Короче, сенікі дұрыс, рахмет. Выберите количество вашей аппаратуры для записи вместе. Так, жарайды. Настройкалар таңдалды. Енді арға жалғастырайық. Так, геймплей, Empire Planet жарайды. Осылай жарайды бізге. Қазір оны парить етпей қойып ол жағын. Енді қазір міне геймплейді бастап жатыр. Мына этапта сіз андай разный задачамен тап боласыздар. Карточки. Да, ага, понятно. Тяжелое испытание дейді. Так, победный крик. Так. Загрузочный экран с советами дейді. Советтермен көргенмен алдық. Так, енді видеоны монтаждаңыз дейді. Щелкните бірдеңе. Так, енді бүйдек. Былай алайық та, былай саламыз да. Обработка салайық. Енді интерес 77, ойын 48, консоль 54. Актерская игра 1, звук 2 дейді, пост-продакшн 1. Звук дейтін низкий болса да бізге нормально берген екен. Ал видеоны көріп қараймыз, не істейміз. Опубликовать видео, конечно. Рекордымыз 2 берді. Видеоны салдық. Мені әлі де бұл жыныма тиеді бірдеңе. Иә, достар, мен де келісемін. Өйткені ютубқа видеолар салып болмайды, сол адамның жынына тиеді. Бірақ мен саған бір нәрсе айтайын. Бірақ просмотр көбейген сайын, подписчик көбейген сайын бұл өте қызық дейді. Достар, мен де келісемін. Видеоны жасап жатқанда өте қызықсыз болады. Яғни шыда алмайсың, андай жыныңа тиіп болады да. Видео салып болғаннан кейін просмотрлар жиналып естегеннен кейін қуанасың, тағы да видео салғың келеді. Так, ай сайын менде тест болады, сондықтан дайындалу керек дейді маған. Школа бару үшін, так, неден шығу керек, есіктен шығу керек дейді бізге. Жарайды, есіктен учиться. Оқып келсең кішкене. Енді қазір неутомимый автор. Достаньте новую хорошая оценка, жақсы оценка. Уже сабақтан келтірген сияқты дауысы естілді. Келді сабақтан. Міне ақта енді мамасы жүр, мана кімнің, біздің мамамыз жүр. Міне бола, менде жақсы мүмкіндік болды, тестке жақсы дайындалдым, анау дейді. Бізге енді қызық емес. Мне не нужно было. Мен үйімді тастамау керек дейді. Үйді, короче, бірдеңе сатып алу үшін интернеттен ойын заказ бергісі келіп тұр. Так, жарайды. Компьютерді использовать дейік. Так, покупкиді қарайық. Енді қандай ойындар бар екен көрейік мұнда. Так, Amazing On. Так, ведущий компьютерный магазин. Так, микрофон, все, что нужно вашему компьютеру. Біріншімен бізге 3 тип магазин бар дейді. Можно было посетить любой из них или щелкнуть по крестику в правом верхнем углу. Бізге қазір компьютерге заттар сатып ал дейді. Сатып алып көрейік енді. Так, бізде сатып алды 250-16. Үйтті қой деймін. Тұратыр. Вот мы ознакомились с основным процессом создания видео. Міне бізде таныстық, видеоны қалай создать ету керек. Бізде алда көп қиындықтар бар, бірақ менің ютубер болу шешімім өте қатты болды дейді.
менің арманым міндетті түрде орындалу керек дейді. Ал біз сонымен 4 просмотр жинады, сосын 0,01 цент, 1 цент келді. Так, енді бүйтейік біз. Новое видео по игре. Сразу видео түсіріп тастайық. Екінші видеоны геймплей. Начать запись. Екінші видеоны сразу салып тастайық. Енді жалғастырайық. Далее екінші сериясын салып таста. Сосын біз тағы да ойын сатып алып, мүмкін тағы да ұйықтармыз. Так, обучение дейді. Профессиональный комментарий дейді. Осы сәйкесетін секілді. Загрузочный экран. Не смешной комментарий. Қызық емес комментарий. Так, келіспей қалды деймін да. Ал енді бүйтейік қазір. Так, қалай ну? Проверка цвета. Мягкий фокус. Мынау секілді да, басы осы болса, басы осы болсын. Так, обработка. Обработка салайық. Интерес 73. Алдағыдан кішкене аз, алына видеодан. Ал бірақ монтаж 1. Звук уже плюс болады. Сценарий де плюс. Нормально. Енді видеоны салып жіберейік. Енді басында осындай нелер жарайтын секілді. Қарайық та. Информациямызды қарайық. Плазменный веб-камера 2. Так, улучшить етуге ола ма не? Нужно подождать, пока это видео не загрузится. Жарайды. Ал біз оны қайдан қараймыз? Жоғарыда түркен. Видео салынды, енді обработка болып жатыр. Достар, егерде видео ұнап жатса, летсплей жалғастыр десеңіздер, мен летсплейді жалғастырамын. Сондықтан, достар, комментарий қалдырып кетіңіз, жалғастырайын ба, жалғастырмайын ба. Ал біз компьютер работает дейді. 3 лайк, 2 дизлайк, комментарийді қарайық ал. Комментарийді не деп жатыр екен бізге? Так, енді қандай сюрприз, геймплей өте вот иш правда неожиданно дейді. Күтпеген ешкім күтпеген да жаңағыдай видео не болмағасын. Бізді мақтап жатыр, керемет дейді. Бұл не дейді? Так, жарайды. Не деп жатқан құдай білсін, өздеріне істей білсін. Бізге енді қазір ойын керек. Жаңа ойын. Так, бізге мынау емес керегі, точно мынау емес. Бізге қазір керегі жаңа ойын. Жаңа ойын сатып алайық, содан кейін мүмкін біздің Half-Life дейді. PG. Қазіргі активте Lord Battle for Upper бірдеңе дейді. Так, League of Giants. Қайсысы надежный екен? 3 звезда, мынау 4 звезда дейді. Осыны сатып алайық та, қазір видео перетейік жіберейік. Дейді. Ұнады ма саған? Ұнады ма? Ал ойын таңдайық. Бізде қазір тұратыр. Выйти. Новое видео по игре. Пойди, заказ берді ма? Чё, я не понял. Түсінбедім мен. Бірақ енді қазір 10 просмотр дейді бізде новый ойын 10 просмотр. Начать запись. Үшінші сериясын салып жіберейік. Айдап тұрып, үшіншісі кетті ал. Заказ келді уже бізде. Қазір летсплей түсіріп болсын, біздің Марио. Содан кейін ашармыз, сосын полкеге қойып, ол жағын бәрін қараймыз. Вы получили достижение, сошли бақытты түрі дейді. Достижение алғанда кішкене осы нормально келісетін секілді. Внутриигровое видео дейді. Ойын ішіндегі не смешной комментарий, қызық емес комментарий таңдайық. Мына жерде новый карточкадан жаңарту болған секілді. Так, мынаны былай. Енді мұнда интерес жетпіс. С каждым видео сайын интерес түсіп бара жатыр. Сондықтан қазір видео түсіріп тастау керек. Мама, не істеп жүрсің? Қаншықты видео түсіре бересің сен? Не сабақ оқымайсың ба? Жарайды. Мама, жарайды. Ертең көп ақша тапқаннан кейін қуанатын боларсыз.
Ал енді так, выберите игру. Ойын таңдайық. Let's play сразу енді хайп кетпей тұрғанда запись жазып тастайық. Еще 2 күнде 4 видео салып тастадық па? Дәл мен секілді екен, немен дейтін ең басында бастап келе жатқанда осылай көп видео түсетін болған. Ал біз қазір машинимаға көштік. Енді машинимадан басқа ойындар болсын дегенмін. Бірақ болашақта компьютер так тұра тұр. Empire Planet тұра тұр. Ұйықтап сал. Ұйықтағың келді ма, шаршадың ба? Жарайды. Ұйықтағың келсе ұйықтау. Видео түсіріп ал, тұра тұр, мен видео түсіргенді кеттім ол. Кеттік. Шай. Қол кеткен дейсің. Так, тұра тұр. Улучшить. Компьютерімізді улучшить етейік. БК World. Так, нормальный емес, тұра тұр. Мынау неге тоқтап қалды, түсінбедім сол жағын. Хорошая оценка дейді. Так, достар, осымен мүмкін. Так, мұнда тағы да қайда баруға болады? Мұнда барып қойшал. Работать, жұмыс жасап келейік. Так, 4 сағат, 2 сағат помочь бабуле дейді. Так. Айжеге көмектесіп келейік пока что. $1 дейді. Новый компьютерге ақша жинау керек, достар. 2 сағат өтті, 2 сағат нормально, $10 қалтамызда. $10 қалтада енді келмей жатыр, сразу информация. Так, полка қайда? Полкеге бар. Ойын таңдайық. Сосын. Так. Начать запись. Настроить. Так. Бірінші видеоны жалпы түсіру керек. Міне енді кетті, пошло дело, поехало. Енді жаңа сіз достижение алдыңыз дейді. Профессиональный комментарий таңдайық. Так, нормально кеткен секілді. Главное меню. Без комментарий дейді. Да. Енді осы видеоны салайық. Интерес 77. Басында осындай болады. Игра 90, консоль 54. Видеоны өзіміздің видеомызды қарауға бола ма? Қарауға болмайды екен. Мүмкін қарауға болатын шығар. Онда не бар екен дағы? Мына жерде сотка тұр. Сотканы де қарамаппыз. Соткаде бізде Николас Леон, Дэшон, Тристан дейді. Тендермен. Нужно подождать, пока это видео. Хорошо, жарайды. Ал біздің ютубымызда не болып жатыр көрейік. Так, бізде геймплей соңғы видео шыққан. Енді League of Giants не деп жатыр екен біздің ойын туралы. 18, 20, 22. Міне жайлап кетіп жатыр. Уже 5 подписчик болды бізде. 10 подписчик. Міне осылай кетті. Енді соңғы видео битейік. Тағы да бір ойын сал жіберейік. Адамдарға ұнап жатқан секілді. Сондықтан неге тағы да видео түсіріп жүрмеске? Екіншісі кетті. Так, жайлап 16 подписчик. Нормально. Қателеспеппіз. Пробная игра. Так, мұна не істеп қарайшы. Веселый комментарий. Так, бізге берген жоқ, дымда берген жоқ, бірақ дұрыс таңдамаған секілдіміз. Енді бит салайық та, достар. Осымен видеоны аяқтайық. Ал сіздермен бірге болған мен Мари, достар. Айтып кететін жағдай бар ол. Егер де мына ойын ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Жалғастырайын ба, жалғастырмайын ба? Ары қарай өзім шешемін. Сіздердің комментарийларыңыздан кейін. Сондықтан, достар, комментарийға ерінбей, лайктарды ерінбей жазып басып кетіңіздер. Ал сіздермен бірге болған мен Мари, достар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Достар, келесі бөлімдерде кездескенше қош сау болыңыздар.